Бүгінгі Айнұр ұстаз кім? 2025 жыл. Әрбір қыздың ұзатуына барған кезде жүрегіміздің бір бөлшегін беріп, кәдімгідей көзімізден жас тамып, қаншама қызды шығарып салдық. Бүгін қаншама шәкірттеріміз ана болып отыр. Немерелерім де бар дейсіз ғой онда, немерелерім де бар. Біз енді кері байланыс деген сұмдық 1000 адам алғаш рет Инстаграмда отырып біз Құран хатым өткіздік. Құранды сатуға болады ма? Құранды сатуға бола ма? Қалай сіздер ұстаз болып Құранды сатасыздар? Мен тоқтамай түшкірем, грипп адам секілді. Тіпті мені сол түшкірігіммен танитын шығар адамдар, шыны керек. Қайтан жасаймын деген сияқты бір көзіңізде қайтан бір искра пайда болады ғой. Қайдан не нәрсе ол? Ол түнде оқығанын күндіз амалға асырып, сол Құранмен өмір сүретін адамға қызуға болады дейді. Қаншама ресторанның иманға келуіне себепші болған шығармыз деп па? Официанттардың өзі қолын жайып дұға етіп кетеді ғой. Енді Құранмен саяхат жобасын шынында да даже атының өзі бір кәдімгідей шынында бір брендке айналып бара жатыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті оқырмандар, көптен бері сіздермен подкастта кездеспедік. Міне Алланың қалауымен бүгіннен бастап сіздермен подкастымызды жаңартуды қолға алдық. Бүгінгі подкасттың қонағы бұл мен өзім болмақпын. Ал жүргізуші ханым менің құрбым Сымбат Әбдікерім қызы, 6 баланың анасы, психолог, исламтанушы, бүгінгі күні дінтану мамандығында оқитын докторант деп арнайы таныстыра кетейін. Бүгін арнайы еркін форматта болсыншы, барынша сіздерге біздің айтатын ақпараттарымыз жетсінші деген мақсатта арнайы құрбымды шақырдым. Бүгінгі подкаст еркін форматта болатын болады. Сіздердің де жүректеріңізден орын табады деген сенімдемін. Жалпы бүгінгі подкастта біз не туралы айтамыз, жүргізуші ханым? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қош келдім. Алла разы болсын мені бүгін осындай рөлде шақырғаныңызға. Бүгін мен психолог емеспін, көп балалы ана емеспін, докторант емеспін, жай ғана сіздің қасыңызда жүргізуші рөлінде келіп отырмын. Алла разы болсын. Бүгінгі подкаст не туралы? Сіз туралы. Сіздің жобаларыңыз туралы, сіздің осы ислам жолында жасап жатқан еңбектеріңізді көрсету мақсатында осындай бір кішігірім отырыс деп айтсақ болады, иә? Иншалла, әсіресе бүгінгі жобада мен барынша өзімнің ең жақсы көретін, ең жүрегіме жақын Құранмен саяхат жобасымен біздің халықты таныстырайық деп шештік. Сондықтан да осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Ал психолог ханымның демей-ақ қояйын, бірақ бүгінгі жүргізуші ханым Сымбат ханымның сұрақтарына көшейік. Бүгін шыны керек сұрақтарды біз қарамадық, әдейі, яғни маған алдын ала берілген жоқ. Бүгінгі қойылған сұрақтарға мен осы жерде отырып, осы жерде есіме түсіріп жауап беретін боламын. Сіздің жобаларыңызды бастамас бұрын, сіз кімсіз? Бүгінгі Айнұр ұстаз кім? 2025 жыл. Бүгінгі Айнұр кім? Бүгінгі Айнұр ол жар, ол ата-анасының қызы, бауыр, өзімнің туған бауырларыма бауырмын, сондай-ақ келінмін, абысынмын. Одан бөлек егер мамандығыма келетін болсақ, бүгінгі күні мен Нұр-Мубарак университетінің ұстазымын, Аллаға шүкір, оқытушымын. Бұл менің ең үлкен жетістіктерім бірі деп айтсам болады. Одан бөлек 245 000 оқырманы бар онлайн форматтағы, яғни онлайн шәкірттеріме ұстазбын. Одан бөлек енді блогермін деп айтуға келмейтін шығар, өйткені шынымды айтсам блогерлік жақтарды әлі меңгердім деп айта алмаймын. Біреулер үшін блогер шығармын. Өзіңіз үшін блогер болмасаңыз да, өзім үшін блогер емеспін. Блогер ұстаз деп айтсақ болатын шығар сонда да. Енді бұл жерде блогер дегенді кім қалай түсінеді соған байланысты шығар. Одан бөлек кіммін тағы да? 2 кітаптың авторы, таңғы кешкі зікірлер және намаз сені сағынды кітаптарының авторымын. Бүгін осы нығметке сансыз шүкір ететін Алла Тағаланың құлымын. Алла разы болсын. Осы күнге дейін сіздің жалпы жасаған жобаларыңызды айтып кетесіз бе?
Бұл жобаларымды шынымды айтсам маған қарағанда сіз жақсырақ білетін сияқтысыз. Себебі бір кезеңдер болады, сен жобаны жасайсың, махаббатпен жасайсың, ол кезде ол жобаны менікі деп айта аласың. Ал бір кездері менікі ма менікі емес па, енді жұрттың бәрі жасап жатыр ғой деген сияқты бір рөлдерің қосылып кетеді де кейде ұмытып кетесің, шыны керек. Иә, кітапты ұмытқандай ма? Иә, кітапты ұмытқандай. Бүгінгі күні мен шынымды айтсам, әлеуметтік желіге біз келгенімізге 2020 жыл карантинде болса да, оған дейін өте көп жобаларды басқардық. Оның ішінде ең алдымен әрине мешіттегі шараларымыз, мешіттегі жобаларымыз, мешітте жасалған қаншама тәрбиеленген шәкірттер, ол шәкірттердің тіпті шыны керек жаңа қандай рөл демекші, қайнапа, қайнене рөлінде сомдаған секілдіміз. Яғни ана рөлінде күйеуге қызын берген, себебі біз шәкірттерімізді тұрмысқа берген сайын әрбір қыздың ұзатуына барған кезде жүрегіміздің бір бөлшегін беріп, кәдімгідей көзімізден жас тамып, қаншама қызды шығарып салдық. Бүгін қаншама шәкірттеріміз ана болып отыр. Немерелерім де бар дейсіз ғой онда, немерелерім де бар. Енді қандай жобалар болды? Жалпы ең алғаш мешіттегі жобаларымды еске алатын болсам, ол біз мешітте жүрген кезде 2012 жылы мен Нұр-Маракта 2-ші курс студенті кезінде қызмет етіп бастадым. Және ол кезде алғашқы лагердің шәкірттері, бүгінгі күні олар студенттер, олардың арасында қарилар да бар, олардың арасында өздері ұстаз болып жүрген шәкірттер де бар, Аллаға шүкір. Менің қызметтік жұмысым негізі балабақшадан басталған екен. Балабақшада апай болып жүрген кезімнен одан Нұр-Маракқа түстім. Сөйтіп Нұр-Маракта жүрген кезде солай мешітте қызмет етіп бастадық. Ұстаздарымыздың қол астында сөйтіп алғашқы жәрдем қорын ашқан болатынбыз. Жәрдем қайырымдылық қорымен қаншама қыз келіншектерге, қаншама жаңағы ауру баласы бар кісілерге көмектестік. Одан кейін ол жәрдем қоры бізде қандайға айналды? Ол кезде Инстаграм жоқ, алғашқы біз жаңағы бүгінгі күні жасап қоғамдық жүрген шараларды жасап жүрген жобалардың бірі болды. Иә, қоғамменен бір байланысты орнататын. Яғни қайырымдылық, қоғамдық шаралар, сол кезден бастап біз волейбол ұйымдастыратынбыз мешіттерде. Тек қана имани білім беру емес қой ол жерде. Мақсат имани білім беру ғана емес, себебі имани білімді бүгінгі күні адамдар Аллаға шүкір алуға мүмкіндіктер де өте көп қой. Одан бөлек дұрыс түсінік қалыптастыру. Себебі бүгінгі күні көптеген ақпараттар тарап жатқанның ішінде тіпті кейде өзіңді де жоғалтып алуы мүмкін. Осындай кезде біздің мақсат, яғни наставник дейді ғой бүгінгі күні, сондай бір қолбасшы немесе бір жол көрсетуші, жол сілтеуші болу. Одан бөлек енді онлайнға шыққан кезде біздің жобаларымыз андай майда-майдасы бар, ірісі бар, көбейген шығар деп айта аламын. Себебі ол жақта енді курс дейміз, немесе арнайы бір жоба, проект дейміз. Қандай курстар жасадық? Онлайн форматқа бейімдедіңіздер, сонда мына жақта офлайнда жасап жатқан дүниелерді. Иә, өйткені біз офлайнда жүрген кезде мешітте қаншама құран хатымдар жасадық, қаншама кездесулер жасадық. Ол кезде әлеуметтік желі жоқ болса да біз қаншама қыз келіншектің басын қосып іс-шаралар жасадық, құрбан айт мерекелерін өткіздік, жаңа хиджаб күні дейміз, аналар мерекесі дейміз, осының барлығын өткізетін едік. Кейін онлайн форматқа көшкеннен кейін біздің жобаларымыз ауқымды бола бастады және қатысушылар саны да көбейе бастады деп айтсақ болады. Тек Алматы қаласымен ғана шектелмей, бүгінгі күні тек Қазақстан емес, тіпті шетелмен де, Аллаға шүкір, шетелден де білім алып жатқан шәкірттеріміз бар. Кейде Қырғызстанның өзінен кәдімгі қырғыз бауырларымыз жазған кезде қырғызшалап тұрып, мен таң қалам, сіздер мені түсінесіздер ма сонда деп. Иә, ол кісілер де түсініп тыңдайды екен кәдімгідей. Сол кезде бір шын мәнінде бұл онлайн форматтың қаншалықты мүмкіндіктері үлкен екендігін көріп жатамыз. Бүгінгі күні Аллаға шүкір көптеген курстардың авторымын. Соның ішінде ең өзім үшін қымбат және ең ауқымды жобаларымның бірі бұл Құран мен саяхат жобасы, 3 айлық жоба. Бұндай жоба қазіргі кезде мен ашық айта аламын, басқа ұстаздарда жоқ. Яғни осы жобаны мен алғаш бастадым деп, одан кейін енді 1-2 ұстаз жасап жүр. Бірақ бәрібірде Алла тағала енді бұл андай мақтаныш дермедім, әлде сондай шүкірліктің бір несі ретінде айта аламын. Карантин басталған кезде осы жобаның менің ойыма Алла тағала салғанына. Одан бөлек қайтар күнге дайындық, Алла есімінің сырлары, намазыңды әсемде, иман негіздері, фих дәрістері, көптеген жобалар бар. Бүгінгі күні Телеграм, Ютуб, ТикТок, Инстаграм, Тридс, яғни барлық әлеуметтік желіде барынша осы дінімізді көркем түрде насихаттауға тырысып жүрмін. Құран мен саяхат жобасы. Қандай жоба бұл?
Құранмен саяхат жобасы қандай жоба? Бүгінгі күні біз мындаймыз ғой, өзіміз ұстаз болып жүргендіктен біз үшін кейбір нәрселер қалыпты болып кеткен. Мысалы, біз ұстаздардан әрдайым білім алып, әрдайым жаңағыдай пікір алмасып жүргеннен кейін Аллаға шүкір бізде бір тұрақтылық бар. И сол кезде ойлайсың, сен басқаларда да сондай сияқты деп өз әлеміңде өмір сүріп жүресің да. Солай бағалай бастаймыз, Иә, солай бағалай бастаймыз. Өз әлемімізде өмір сүріп жүріп. Содан осы Құранмен саяхат жобасын бастаған кезде де 5 жыл бұрын мен олай атып кететін жоба болады деп ойлаған жоқпын. Әрине мен арманымда ол болды, бірақ ол кезде бір мынандай азғантай сол мешіттің шәкірттерімен деп басталған жоба еді ғой негізі. Себебі жаңағыдай қазір оны айта жатармыз, басқа мүмкін сұрақ туатын шығар, бірақ Құранмен саяхат қандай жоба деген кезде бұл Құранға деген махаббатты ашатын. Және тек қана Құранды хатым етіп қоймайтын, сонымен қатар Құранды өмірге енгізетін, амал еткізетін, аяттарына ой жүгіртетін, Құранға ғашық ететін жоба деп айта аламын. Одан бұрын бізде Құран бақшасы деген жоба болған Нұргүл ұстазбен бірге. Ол жерде біз Құран үйрететінбіз. Бірақ біздің мақсат тек қана Құран кәрімді арабша оқытып үйрету ғана емес еді. Ол жерде де бізде рухани сабақтарымыз болатын. Алғаш біз бастаған ұстаздардың біріміз, яғни онлайн Құран үйретуді. Кейін Рамазан айы келді, осылай біз көбіне Құранға Рамазан айында жақындаймыз ғой негізі. Аяттардың мағынасына үңілеміз, тәпсір іздейміз. Сол кезде жаңағыдай бір ерекше хатым жасап, бір рет, екі рет жасап жүреміз. Бұл бізде үрдіс мешітте бар еді. Әр Рамазан айында біз жамағатпен отырып, кемінде 2 рет Құран хатым түсіретінбіз негізі. Кейін Алланың қалауымен карантин болды. Карантин болған кезде менде қазір мен білмейтін адамды қосып отырмын. Хатым деген не ол? Құран хатым деген не ол? Құран хатым дегеніміз не? Жалпы Құран дегеніміз не дейтін болсақ, бұл Алла Тағаланың сөзі. Енді бізде бүгінгі күні көп сұрақтар келеді. Қазақша Құран оқысақ, ол да Құран хатым болып санала ма? Құран хатым дегеніміз арабша Құранды Фатиха сүресінен Нас сүресіне дейін 114 сүрені толық оқып шығу. Құрандағы 114 сүрені толық оқып шығу. Осыны Құран хатым деп атайды. Яғни Құранды басынан соңына дейін оқып шығу ғой. Ал енді Аллаға шүкір біз мешіттер арқылы Құран хатымның артықшылығын, маңыздылығын халыққа салыстырмалы түрде жеткізе алдық. Енді менде ой келді. Ал Құранды тек қана оқу арқылы ғана біз жақсылыққа ие боламыз ба? Құранды Алла Тағала түсіргендегі мақсаты тек қана Құран хатым түсіру ме деген бір ой келді да. Содан мен өзім тәпсір кітаптарына өте жақынмын. Кез келген сүре, кез келген аяттың тәпсірін оқыған жақсы көремін. Және оны мен әлеуметтік желіде бөлісе бастадым. Тәпсір дегеніміз не? Тәпсір деген бұл Құран аяттарының түсіндірмесі. Яғни кез келген қазақша Құранды алып, егер біз оқитын болсақ, оны барлығы түсініп кете алмайды. Немесе кейбір аяттар бар, анық айқын, оны кез келген адам ашатта түсініп кете алады. Ал кейбір аяттар ол үкімдерге байланысты түсуі мүмкін. Немесе кейбір аяттар ол белгілі бір оқиғаға байланысты түсуі мүмкін, белгілі жағдайға байланысты түсуі мүмкін, соны адамдар жаңағыдай қате түсініп алмас үшін ғалымдарымыз ол аяттарды пайғамбарымыздың хадистерімен, сахабалардан жеткен сөздермен шарықтаған. Яғни түсіндірген, ашып түсіндірген. Сол аяттардың, яғни тәпсірін, яғни шархын, түсіндірмесін оқығанды мен өзім жеке басым жақсы көремін. Ол бұрыннан алғаш намазға келген жылдардан менде бар еді. Сөйтіп әлеуметтік желіге шыққан кезде мен бір ғана аяттың мағынасымен сторизімде бөлісіп бастадым. Өте үлкен жаңағыдай кері байланыстар алдым. Өйткені бұл сондай ма, жай ғана Құрандағы аспанға қарамайсыңдар ма деген аяттармен кәдімгі мен ойлап жүрдім. Оны бәрі біледі, не қылам деген сияқты басында ой болды. Бірақ мен өзім бір ой келген кезде мынандай ерекше бір өзің шабыт алған кезде жазғанды жақсы көремін. Сөйтіп сторизде жазып бастадым. Сөйтсем ол өте үлкен жаңағыдай не туғызды адамдардың арасында қызығушылық. Содан осы Құранмен саяхат жобасы дүниеге келді десем болады. Яғни 2020 жылы сол Құранмен саяхат алғаш Рамазан айында карантинге бәріміз жаңағыдай үйде отырып, мешіттер жабылды ғой. Содан мешіттегі шәкірттер маған звондай бастады. Ұстаз, енді әдет жылдағы үйреніп қалған үрдіс бойынша біз оны 10 жылдан бері жасап келе жатырмыз. Рамазан айында Құран хатымды не істейміз деген сұрақтар туды. Сонымен
жасап көрейінші деген ой келді. Ол кезде бір 1000 ба білмеймін, шынымды айтсам, бір 3000 ба ары кетсе оқырманым болған шығар. Содан жасап көрейін дедім. Жасап көрдім Рамазанда. Енді ол кезде бәріміз үйде отырамыз. Таңғы 4-те сәресіне тұрамыз, жаңағыдай намазымызды оқып аламыз. Ол кездегі Содан 4:30-да, шамамен 5-терде неге отырамыз? Құран хатымға отырамыз. Енді Рамазан айында біз толық Құранды басынан соңына дейін оқып шығу үшін кемінде бізде 20 беттен оқуымыз керек. Егер ол әйел адамда үзірлі жағдай болмайтын болса. Содан не керек? Ең қызығы, мен Рамазан айы келген кезде жыл сайын десем болады. Енді мен бұны бәріне істеуді ұсынбаймын, себебі әр адамның физиологиясы әртүрлі ғой. Алла тағаладан етеккір мәселесін кешігіп келсе екен, жаңа Рамазанда Құран хатымды үлгерсем екен деп. Солай енді жас кезден солай қалыптасып қалған. Құрбан айтта келеді да көбіне маған, жаңағыдай 1 ай толтырып. Сөйтіп Құран хатым оқыдық. Ол кезде біз 3-3,5 сағат отыратынбыз ғой. Ешқайсымыз жұмысқа бармаймыз. Шамамен 20 бет оқисыздар ма? 20-25 Құранның 20 бет арабшасын оқимыз. Сосын мен 20 беттегі белгілі бір аяттарды түсіндіремін. 20 беттегі аят қазақшалап, сол аяттың мағынасын түсіндіріп, ол жерде не меңзеліп тұрғанын, не меңзелгенін, одан кейін оны қалай өмірімізге енгіземіз мұсылман ретінде. Практикалық тұрғыдан. Неге? Өйткені біз көбіне Құранды бір 7-ші ғасырда түскен Құран, бір адам қайтыс болғанда оқитын, түс көргенде оқитын кітап секілді қараймыз да. Ал шын мәнінде Құран ол үшін түскен жоқ қой. Құран бұл адамзатты тірілту үшін, адамзатқа нені ақ, ненің қара екендігін көрсету үшін. Құран бұл адал мен арамды ажырату үшін. Бізге отбасылық өмірде қандай қарым-қатынас ұстаймыз, жұмыста қандай болуымыз керек, өмір сүргенде тұлғалықта қандай болуымыз керек деген барлығын жан-жақты түсіндіретін кітап. Сондықтан да мұсылман адам ретінде біздің ең бірінші біздің жаңағыдай ұстануымыз керек болған кітап, сүйенуіміз керек болған кітап бұл әрине Құран кәрім. Содан осы Рамазан айында алғаш Құран хатым өтті, қазақша мағынасымен тұңғыш рет. Тіпті біз мешітте олай жасамайтынбыз. Болатын, мен арасында 1-2 аятқа тоқтайтын кездер, бірақ біз мешітте айына жаңағыдай Рамазанда 2 рет жасау үшін біз ол кезде тіпті 2 парадан оқитынбыз. Сонымен алғаш Рамазанда Құран хатым бітті, қазақша мағынасымен бәріміз тойғанбыз. Енді кері байланыс деген сұмдық 1000 адам алғаш рет Инстаграмда отырып біз Құран хатым өткіздік. Енді ол кездегі шынымен оқырман үшін, ол кездегі мен үшін 1000 адаммен эфир өткізу бұл кәдімгі рекорд болды. Бір концерт залы ғой, былайша алған кезде. Тіпті одан да үлкен ғой. Бір жағынан қазір ойлап отырмын да, енді мен бәрібір сол кездегі адамдардың хал жағдайы да құбылмалы болды ғой. Карантин, өмір мен өлімнің арасындағы адамдардың айырылу кезеңдері, бір сондай кезеңдерде дәл сіздің сол Құранмен адамдарды байланыстыруыңыз дөп түскен секілді болды да. Мен де қазір солай ойлаймын. Мүмкін қазір ол жоба басталса, оншалықты адам келмес пе дәл сол сәтте. Бірақ қазірдің өзінде Аллаға шүкір, біз мысалы осы жазда ғана мен жасадым, сол кезде 1000 адам бізде қатысты, бітірдік Аллаға шүкір осы 1 айдың ішінде, тамыз айының ішінде. Сондықтан да Құранды егер біз халыққа дұрыс жеткізе алсақ, мағынасын түсіндіре алсақ, ол өмір бақи өзінің өміріне енгізе алады. Яғни жай бір үйде тұратын, полкада тұратын, шкафта тұратын кітап ретінде қарамайды. Қазір тәпсір, түсіндірме деп айтып жатқан кезде, жалпы бұл Құран адам өмір сүруінің инструкциясы ғой. Сол сияқты бізде заңдар бар. Адам өмір сүретін, қалай өмір сүру керек, не болады, не болмайды, немесе машина жүргізудің бір инструкциясы бар. Біз ол знакқа қарап, мысалы ештеңе түсінбейміз. Міндетті түрде оны түсіндіретін ұстаз керек. Дәл сіздің айтып жатқан нәрсеңіз, яғни Құранның түсіндірмесін жасау, түсіндіру, ол жердегі қандай мағыналар жасырылғанын, не айтылып жатқанын түсіндіру, осымен бір өте байланысты секілді де. Яғни бұл жерде адамдар былай ойлап қалмау керек та, Құранды мен өзім оқысам түсінбеймін деп. Бірақ мысалы кейбір аяттар бар Құран кәрімде, Мүлк сүресі, мысалы біз күнделікті оқитын сүренің өзінде Алла тағала айтады: аспанға қарамайсыңдар ма? Аспанға қараған кезде ол жерден сендер бір жаңағыдай кемшілік, ақау таба аласыңдар ма дейді. Сен сол аятты оқыған кезде бірден шынымен аспанға қарайсың да. Ал бірақ біз күнделікті жаңағыдай әдетке айналып кеткен кезде біз сол аятқа ой жүгіртуді ұмытып кетеміз.
ал мына жерде жамағат отырады ғой, ұстаз түсіндіреді, жалпы аспанға қараудың артықшылығы қандай, ол туралы шын мәнінде ғылыми зерттеулер де өте көп екен. Яғни аспанға жиі қарайтын адам мен аспанға қарамайтын адамның өзінде психологиясында, дамуында, өсуінде неше түрлі не болады екен, айырмашылық болады екен. Енді қазақтың сөзінде көкжиек деген нәрсе, Иә. көкжиегі кең адам екен Иә. деп айтады ғой. Яғни осы аяттың өзі бізге жеткілікті да, біздің күнделікті бір сәт болсын аспанға қарауымызға, иә. Ал осы жерде міне біз осылай бір аятты алып, осының мағынасын кеңінен ашып, Құранмен саяхат жобасында және соған амал етуді үйреткен кезде адам күнделікті жай ғана аспанға қарап бастайды. Ода өзгеріс бола ма? Болады. Ал бізге біреу сымбат аспанға қара десе біз қарай бермейміз ғой, мысалы жынды ма осы дейміз да қоюымыз мүмкін. Ал мына жерде Раббым айтып тұр ғой деген нәрсе қосылған кезде сенде ол әсері де ерекше болады да. Ал енді ойлаңыз, сондай ана балаларына үйретсе оны. Балам, қарашы аспанды Алла Тағала жаратты, ол жерде бірде бір кемістік жоқ. Адам баласы не жаратса да бізде бәрібір кемшілік болады, бәрібір бір зиян жағы болады. Көріп отырамыз. Көріп отырамыз. Иә. Ал Алла Тағаланың деп Алла Тағаланы таныстыруға үлкен бір білім да бұл шын мәнінде. Сондықтан Құранмен саяхат жобасының мақсаты негізі осы болды. Сондықтан ғой мен айтып жатқаным, яғни басқа ұстаздарда бұл жоба жоқ еді ол кезде. Неге? Өйткені енді неге болған кезде біз алғаш енді әлеуметтік желіге шығып бастаған кезіміз ғой. Қалай жасау керек, не жасау керек, шын керек ол кезде біз білмедік. Жай ғана біз не дейді, тәжірибемен жасай бердік. Мен көрейін. Содан Рамазан айы бітті, ана бір нәрсе босап қалғандай. Күнде сен 30 күн бойы жаңағыдай 3 сағат, 4 сағаттап Құранмен айналысып жүрсің ғой. Тіпті мен енем есімде сол кезде, марқұм, ол кісі тіреді. Үйде сет ұстамайды, интернет ұстамайды. Мен ол кезде жер үйде жаңа времянкеде тұрамыз. Жаңа интернет ұстау үшін мен далаға шығам. Күн салқын ол кезде шамамен март, наурыз ба, немесе сәуір ма, бір сондай кезең, карантиннің кезі қате. Наурыз. Өйткені 22 наурызбен бір байланысты болып, 22 наурыз тойланбай қалды ма, сол кезде шамамен. Содан жаңа салқын ғой енді күн. Мен одеяло оранып алам, жағдайым жасап алам, стол қойып алам, оранып алам. Ал менде сәл салқындасам түшкіретін әдет бар. Мен тоқтамай түшкірем. Грипп адам секілді. Тіпті мені сол түшкірігімен танитын шығар адамдар, шыны керек. Содан енем ойлайды, мен жаңа суықтап қалғандықтан түшкіріп жатыр деп. Есікті ашады, енді ояу жүреді ғой, таңда ол кісі сәресіне тұрады. Таңда деген сонда қаншада? Таңғы 5-те, таң намазын оқып алғаннан кейін, сәресін ішіп алғаннан кейін отыратынбыз біз. Сағат 8, 8:30, 9-ға дейін. Енді ол кезде жұмысқа бармаймыз ғой, бәріміз де онлайн. Содан енем бір күн айқайлайды, кеп отыңа деп жаңағыдай, жаурайсың, өтті, қой деймін саған деп жаңағыдай енді. Мына жақта ол сабақ өтіп жатқан түсінбейді ғой енді, ол сөйтіп телефонға қарап отыр 3 сағат. Адамдармен өзімен өзі сөйлесіп ғой. Және мына жаққа естілетінін білмейді ғой енді, ол маған айқайлап жатады, мына жақта мен оқырмандарым көріп жатады оны. Солай неше түрлі қызықтар болған жалпы. Содан осылай басталды. Сөйтіп Рамазан біткеннен кейін мен есептедім. Құранда 604 бет бар. Қалай біз енді Рамазан біткеннен кейін де бұл жобаны жалғастырып кете аламын деген. Менде негізі басында ондай мүлдем ой болған жоқ. Мен айттым, Рамазан басталды, мен Құран хатын жасау керек деген ой келді. Енді неге бақыр үйде отырмыз, қазақша жасамасқа, жаңағыдай мағынасын мен де халыққа түсіндірмеске деген ой келді. Рамазан бітті. Неге біз Рамазанмен ғана Құранды байланыстырамыз? Өйткені шын мәнінде көп оқырмандар да бізде Рамазанда ғана Құран хатын жасайды, ал басқа жыл бойы ұмытылып кетіп жатады. Жоқ, бұлай болмайды дедім. Сонымен сол қатысқан кісілердің өзіне ұсыныс тастадым. Біз осылай есептедім, күніне 7 беттен оқысақ, шамамен 3 айда біз хатым жасап бітеді екенбіз. Егер сіздер қаласаңыздар дедім, енді мен айта алмаймын бұл жолы тегін болады деп, себебі менде енді күнделікті 90 күн бойы тұруым үшін, маған да бір үйде енеме бір айтуым үшін бір енді болмаса енеме бір көйлегін алып беру үшін деген сияқты бір не керек болды. Сонымен әр айға 2000 теңге белгілейік, сіздер тіркелесіздер, сіздерге мен дұғаларын жіберем, осылай деп бұл жоба басталды. Сөйтіп 2000 теңгемен әр айға 6000 теңгемен алғаш басталған кезінде өте көп адам тіркелді, есімде жоқ қазір, 300-500 арасы. Содан жаңа көмекшім бір қыз ғана бар ол кезде, сол тіркейді бәріне, сол ақпаратты жіберіп отырады. Осылай бізде жоба басталды. Оған да айлық төледім әрине, өйткені ол
тіркейді, оны сторис салады, ол да біреудің үйінің қызы, біреудің келіні деген сияқты. Содан Алланың қалауымен ол жоба міне 5 жыл болды. Биыл біз Рамазан айында 5 жылдан тойладық. Әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Ортада болды 3 жыл, шамамен 3 жылға жуық ол жоба тегін өтті. Кәдімгідей мен тегін болса да 3 ай бойы оқырмандармен бірге 90 күн бойы тұрып сабақ бердім. Сонда бұл жоба қараңыз 2020-да басталса 2025-те 5 жылдығы өтті. 5 жылда қанша лек болды? Алла қаласа осы қазан айының соңында біз 21 лекті бастайын деп жатырмыз. Яғни 20 лек болды бізде. 20 лек, 20 рет Құран хатым, 20 рет кездесу, 20 рет таңғы ояну, таңғы береке, осындай лек өтті, Аллаға шүкір. 20 лек, жаңа айтып қалдыңыз, 3 жыл тегін өткіздім деп. Сонда тегін өткізбеген де кезең болды ғой. Бұл жоба, жаңа айттым ғой, ең алғаш 2000 теңгемен басталды. Ал қазір мен Түркияға кететін кезде, маған енді ол жақта шыны керек, өзім шетелге бара жатырмын оқуға, маған қаржы керек болды. Сол кезде мен қайтадан ақылы жасап бастадым. 3 жылдан кейін. Неге? Өйткені мен шыны керек көбісі ойлайды, яғни Құранды жаңағыдай неге ақыл бересіздер деген сияқты. Құранды сатуға болады ма? Құранды сатуға бола ма? Қалай сіздер ұстаз болып Құранды сатасыздар? Біз сатамыз солай деп. Жалпы Құранды сату деген кезде біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Мысалы біз Құран кітаптың өзін сатып аламыз, неге бізге тегін таратпайды деп ол жерде де возмущаться етуге болады. Алайда біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Қазір сіз миллион төлесеңіз де Құранның өзін сатып ала алмайсыз. Яғни Құранды бағалайтын, баға қоятын біз емес. Ал енді ұстаздар бағалаған кезде, белгілі бір баға қойған кезде, ол өзінің командасының шығыны, ол өзінің жұмысының ақысын, кететін уақытының ақысын есептейді да, соны бағалайды. Бұл жерде ақы сонда Құран үшін емес. Ақы Құран үшін емес, сол Құранды үйретуге кеткен кәдімгі мектептің мұғалімдері секілді уақыт үшін аламыз. Оның өзінде, мысалы, білесіздер, әр ұстаздың бағасы әртүрлі. Яғни өзінің несіне қарай, өзін бағалағанына қарай қояды. Мысалы, менің қазір командамда кемінде тұрақты жұмыс жасайды 15 адам бар. 15 адамға мен кемінде 200 мың айлық беремін. Енді есептей беріңіз. Яғни мен олардың айлығын шығару үшін, мен сонда сторизге шығып, мен осындай командамның айлығын төлеуім керек еді. Сіздерге мен тегін жоба жасап жатырмын. Көмектесіңдер деп. Садақа жинайын деп. Садақа жинауым керек па? Яғни мен өзім біреуден қолымды жаймас үшін не істеймін? Ақылы жобалар жасаймын. Белгілі бір фиксированный баға қоясыз. Ол жерде де мен мысалы барып алып, білмеймін, кейбір нелер бар ғой, проекттер, 1,5 миллион теңгенің бағасы мен саған 100 мыңға берем, білмеймін, тағысын тағы демейді. Бұл жобаның бағасы қойылған кезде мен өзіме сол бағаны қалдырдым, негізі тұрақты етіп қазіргі бағаны, және де оның негізгі мақсаты сол шығындарды өтеу және жаңа проекттердің тууына жәрдем беру. Яғни бұл маған өзіме финанстық подушка дейді, тұрақтылығым үшін. Яғни мен қазір болады, мен өте саудаға құмар адам негізі. Саудаға құмар болғанда қалай, мен қолыма бір нәрсе түссе мен сата аламын. Мысалы, суды алып, стаканды алып деген сияқты мен сата аламын. Бірақ мен бұны сатуға кірісетін болсам, онда мен Құраннан бере алмаймын. Яғни менде оған уақыт қалмайды. Онда ол Айнұр бизнесмен болып кетеді. Онда мен Айнұр бизнесмен. Айнұр ұстаз емес. Сол үшін мен мына жаққа кетіп қалмас үшін, өйткені мен ол жақта біраз ақша бар екен білем. Өйткені мен осы күнге дейін бала кезімнен сауда жасап жүрген адам. Мен әке-шешем бәрі саудагер болған адам. Қытайда жүрер едіңіз ғой онда. Қазір ойласам күлем, соны жолдасым айтып, егер мен ұстаз болмасам, шамамен қазір мен Гуанчжоуда жүрер едім деп күлем. Солай, былай айтқан кезде еңбек ол. Яғни еңбегін бағалайды. Әр ұстаз өзінің шығынын жабады деген секілді. Ал енді біреу тегін үйретемін десе, еш қарсылығым жоқ. Мысалы, мен жылда өзім биылда жасадық, Құранды тегін үйрету курстарын жасадым мен. Кәдімгі әлеуметтік желіде, Инстаграмда 30 күн бойы жасап, мен сол кезде де ойладым, жаңағыдай, көбіне біз мынандай ақтау айтамыз ғой, тегіннің қадірі жоқ деп. Мен шынымды айтсам, бұл мен толық келіспеймін. Өйткені тегінді үйреткен кезде де менен алған оқырмандар бар. Міне дәл осы Құранмен саяхатқа 5 жылдан бері 21 лекке әр қайсына қатысып келе жатқан адамдар бар ғой. 21 рет қатысып келе жатқан кісілер бар. Мен кейде оларға сұраймын, неге қатыса бересіз деп ше? Сонда олар әр 20 рет
тәпсірді тыңдаған, иә фатиханы иә қайтадан. иә бірақ білесіз бе, құранмен саяхаттың ерекшелігі, мен басында жалғыз өзім жүргіздім ғой қанша жыл, ал біз соңғы жылы міне 3 ұстаз болып жүргіземіз. Яғни мен бар және менің группалас магистр достарым, бұл Гүлжамиля ұстаз және Сәуле ұстаз. Және де үшеуміз біз сөйлесеміз ғой, мә қалай болды анау бір нәрсе деген сияқты осы жобаға қатысты. Үшеуміз де тәпсірден дайындаламыз. Сол кезде бүгін ойлайсың, мен бір фатиха сүресін мына жағынан айтайыншы деп, сен бүгін дайындаласың сабаққа, бірақ ертең таңертең сабақта отырғанда алла тағала басқа жағынан бір білімдерді ашады. Давай мына жағын айт деген секілді, мына пайдасын айт аузыңызға деген секілді басқа нәрселер келе басқа оқыған нәрселерің есіңе түседі. Сен айтам деген нәрсе емес, өйткені Құран ол сондай ғой. айту керек нәрселерді. Иә, қараңызшы, біз фатиха сүресін әр Құран мысалы 21 лек бойы айтамыз, бірақ 21 лек бойы сен де өсесің ғой. 5 жылдан бері сіз баяғы Сымбат емес, 5 жылдан бері мен баяғы Айнұр емеспін. Яғни әр өскен кезде менің қабылдауым да өзгереді, менің беруім де өзгереді. Сөйтіп ол 21 лектің біреуін қалдырмай қатысып келе жатқан Аллаға шүкір оқырмандар бар. Сондықтан да бұл жерде айтар едім, мен Құранды сату деген кезде Сіз 21 лекті сатып тастадыңыз ғой деймін. Сізде 20 лек болды. Иә. 21 лекті енді айтамыз. Иә, алла қаласа, бірақ мен жаңағы ақылға қатысты бір ерекше тоқтағым келіп тұрғаны, Құранды сату деген кезде, егер мен Құранды сатып аяттарды өзгертіп жатсам, мысалы Сымбат ұстаз психолог, психологтарды қолдайтын аят тауып алайын деген секілді, сол үшін мен жаңа аятты алып қолданып, сол үшін мүлдем сай келмейтін аятты жаңағы арзан бағаға сіздің беретін бір білмеймін 1-2 миллионыңызға сатып жатсам, онда мен Құранды сатқан болар едім. Құран аяттарын ауыстырған болатын едім дүнияуи пайда үшін. Ал бұл жерде еңбек. Мысалы әлеуметтік желідегі бір рилсты түсірудің бағасының өзі 15 000 теңге. Мына подкасттың өзін түсірудің өзінің бағасы бар мысалы. Ал енді бұл жобалар жүрген кезде Құранмен айналысып жатсыңдар деп ешкім тегін келіп жасап беріп жатқан жоқ. Алла разылығы үшін деп ешкім жасап бермейді. Себебі бұл кісілердің де өзінің еңбегі бар екенін білесің. Өйткені әркім өзінің еңбегі арқылы нанын табады, отбасын асырайды деген секілді. Сонда енді осы жерде мен қарызға кіріп кетпес үшін мен жобалармен, яғни белгілі жобаларды ғана ақылы жасап, қалған жобалар тегін жасау арқылы, мысалы осы YouTube дәрістерімізді, Телеграмдағы жазбаларымызды тегін жасау арқылы біз халыққа пайдамызды береміз. Енді бұған шыны керек келу қиын болды бізге. Біз әлі күнге дейін неге біреу әлі күнге дейін неге Құранды ақыға сатасыңдар, сендер оңбағансыңдар деп жазған кезде әлі күнге дейін ауырып қаламын мен. Әлі күнге дейін қайтадан думкаға түсіп кетемін. Әлі күнге дейін 2-3 күн жоқ болып кетемін. Мүмкін сол адамның сізге сол жазуы қайттан ниетіңізді жаңартып, шынында да мен не үшін сатып жатырмын? Иә. Қайттан өзіңізге өзіңіз жауап айта бастайсыз. Өйткені біз қанша ұстаздармен ақылдастық, өйткені хадистер бар Құранды сатуға қатысты, сондықтан да бұл жерде өте қиын ниетіңді туралау, сен сатып жатқан кезде, яғни сатылым ашқан кездегі ниетіңді туралау, команданың қанша адаммен сен жаңағыдай, енді неше түрлі маркетологтар бар, олармен сөзге кеп қаласың деген сияқты. Шыны керек, мен осы Құранмен саяхат жобасын маркетологсыз сатылатын жобалардың бірі деп айта аламын. Өйткені менің оқырмандарым мені Құранмен саяхат жобасы арқылы таныған. Өйткені біз тегін жасап жүрген кезде де айттым ғой, күнде таңда 3 000, 3,5 мың адам отыратын. Ақылының өзінде Аллаға шүкір бізде 500-ден адам түспеген. Өйткені оған керек адам оған қатысады да міндетті түрде. Сонда бір күні бір қызық болды. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Қызық болып жатыр. Яғни Құранмен саяхатты жүргізген кезде мен түрімді көрсетпеймін ғой сабақта. Қалай болады сонда? Не көріп отырады олар? Камера тұрады, осылай телефонның астында Құран тұрады. Сөйтем да мен Құранның бір беті тұрады. Иә, Құранның бір беті тұрады. Мысалы, мына кітапта Құран деп алатын болсақ, Құранның беті ашылып тұрады. Қай бетті оқимыз бүгін? Сол бет ашық тұрады. Сөйтем да мен қаламмен осылай әрбір оқылған аятты не істеп отырамын, ұстап отырамын. Бұл не үшін? Қазір мен оны айтам деп. Өзің жақсы көретін тауарың болғанда алыңдаршы деп айтқым келеді ғой. Кетуге тырысып жатырмын, сізді тоқтатамай андай. Иә, яғни осылай мен қолыммен ол жерде қалам ғана көрінеді және Құран аяттары көрінеді. Менің түрімді көрмейді олар. Екі ұстаздың түрін тіпті білмейді олар, өйткені әлеуметтік желі жүргізбегеннен кейін. Сонымен мен даусым танып кеткен ғой көбісі. Мен кейде дүкендерге барсам, әлі күнге дейін жақында Ақтауға бардым. Дүкендерге барсам, менің даусымнан таниды. Елең ете қала ма? Елең ете қалады. Сосын сіз Айнұр ұстаз емессіз ба деп маған келеді.
білмеймін, мүмкін олар менің рилстарымды көрмейтін шығар, мүмкін мен әлеуметтік желіде түрім басқаша болатын шығар, бірақ менің даусымнан таниды. Бір күні бір қызық болды, карантиннің кезі бәріміз маскамен жүреміз. Неге мінем автобусқа, и жанымда бір орамалды қыз отырады, мен соның қасына келіп отырдым. Ол телефонмен сөйлесіп отыр екен. Мен ассалаумағалейкум дедім, ол кісі естімеді, жарайды деп отыра бердім. Екеуміз де маскадамыз. Сөйтсем, содан 2 күннен кейін біз не жасайын деп жатқанбыз, Құранмен саяхаттың кездесуін жасайын деп жатқанбыз. Яғни біз әр хатымды бітірген кезде кездесіп, міндетті түрде рухани кеш өткіземіз. Тойлайсыздар ғой. Тойлаймыз. Бітірдік деп. Иә, Аллаға шүкір. Сол кезде жаңа қыз айтады да, телефонмен сөйлесіп болып маған ассалаумағалейкум деді. Сосын мен уағалейкумассалам, жаңа айтып едім, естімей қалдыңыз ау дедім. Сосын иә деп бір кезде айтады. Осылай қайда бара жатсыз, әйтеуір әңгімелесіп кеттік екеуміз. Сөйтіп 2 күннен кейін осындай Құранмен саяхат деген жобаның кездесу болайын деп жатыр, сіз соған бармайсыз ба деді маған. Сосын енді мен маскада отырмын ғой, күлдім да, ол қандай жоба дедім. Сен Құранмен саяхат деген Айнұр ұстаз өткізеді, күнде таңда отырып біз осылай жаңа отырамыз, бүйтеміз деп бір кезде отырып алып, сіздің даусыңыз Айнұр ұстаздың даусына ұқсайды екен дейді маған. Сосын мен күлдім, солай ма екен дедім, болды. Айтқан жоқсыз? Жоқ, айтқан жоқпын, түсетін уақытымыз келіп қалып, мен түсіп кеттім да. Айтқым келгені, бұл жобаның сондай ерекшелігі, бұл жерде менің түрім бренд емес, менің даусым бренд деймін бе? Иә. Одан кейін сол күйінше ол қыз білген жоқ. Ол қыз білген жоқ. Сол сияқты мені көбісі сол даусымнан таниды, Даусыңызбен негізі таниды, түрімнен емес, даусымнан таниды әлі күнге дейін. Әлі күнге дейін сондай екен. Не, осы. Жақсы. Онда қазір тағы да бір сұрақ, яғни кім қатысады жалпы? Жаңағыдай сіз Құранның бетін ашып қойып, қаламмен тізбектеп бүйтіп отырған кезде, экранның ар жағында телефонда таңғы сағат 5-те отыратын кімдер олар? Біріншіден бәрі қыз-келіншектер. Ер адамдар жоқ па? Ер адамдарды мен қатыстырмаймын. Яғни мен жобаларым барлығы шыны керек қыз-келіншектерге арналған. Екіншіден мен әрдайым именно дәл осы Құранмен саяхат болатын кезде мен айтамын да, ер адамдар тыңдамасын, ер адам бар жерде наушникпен отырыңыздар. Даусыңызда, яғни бренд даусыңызды ер адамдар естімесін, ол бренд деп. Содан не керек, әзіл ғой енді бренд деген. Бір күні қызық болды. Мен енді айтам, осылай ер адам тыңдамасын, мүмкіндігінше күйеулеріңіздің қасында не қылмаңыздар деп айтам. Неге? Біріншіден, ер адамдар көбіне әйел ұстаздарды, немесе жалпы әйел адамдардан білім алмайтындығы белгілі. Екіншіден, біз ол жерде әйелдерге қатысты тақырыптарды қозғауымыз мүмкін. Мысалы, әртүрлі. Құран ғой енді оның ішінде. Сол кезде жаңағыдай, сен ұстазың айтты бүйтті деп, біз әрине жаман нәрсе үйретпейміз, бірақ жаңағыдай не болған қаламаймыз, үйінде фитна болғандығын. Үшіншіден, бұл менің өзім үшін маңызды. Яғни ер адамдар менің даусымнан былай айтқан кезде автобуста танығанын қаламаймын деп па. Сол кезде бір апа звондайды бір күні. Айнұр, кешірші мені, Айнұр, кешірші, мен Түркістаннан пәленше деген апаңмын дейді. Сосын мен не болды апа деймін, анау қатты уайымдап тұрды. Айнұр, кешірші, сен айтып едің ғой таңғы Құран хатымды күйеулерің тыңдамасын деп. Біздің үйде 75-тегі шал бар дейді. Өзінің күйеуін айтып тұрды енді. 75-тегі шал бар дейді. Үйде 75-тегі шал бар. Таңертең мен сабаққа тұрған кезде менімен бірге тұрып алады дейді. Сөйтеді, тұрып алады да мен жат десем жатпайды дейді. Және тұрып алады да тыңдап тұрады сені дейді. Сабақ біткенше тыңдап тұрады дейді. Сосын деген бір кезде батасын береді дейді. Мына қыздың жаңағыдай түсіндіргені қандай керемет. Мына Құраннан маған шипа болып жатыр, ем болып жатыр деп жаңағыдай маған үйіп батасын береді екен ана кісі. Сол ана шал сенің даусың тыңдап қойды деп маған жаңағы кісі кешірім сұрап енді не қылып жатыр ғой, звондап жатыр. Сосын айттым, апа, егер мені қабылдай алса, мәселе жоқ, тыңдасын. Рұқсат бердіңіз ғой. Рұқсат бердім енді, ата ғой деп. Және баталарына солай алғысымды білдірдім. Айтқым келгені, бұл жерде қыз-келіншектерді аламын жобаға. Біріншіден, қанша жас болса да, жас аралығы. Екіншіден, бұл жобаның ерекшелігі Құранды арабша оқи алмау маңызды емес. Бастысы мен таңғада тұрып, таңғы берекеге үлгеріп, мен таңғы Құранды тыңдағым келеді дейтін, оқи алмаса да бірінші шарт. Әріптерді білмесе де қатыса алады. Неге? Өйткені Құран хатымды мен оқып,
және мені бір кісі басынан соңына дейін оқығанын тыңдап шығатын болса, оған да Құран хатым сауап жазылады тыңдаған үшін. Яғни бұл жобаның айтып тұрмын ғой, ауқымы соншалықты кең, ешқандай шартсыз кез келген қыз келіншек қатыса намаз алады. оқитындар, Намаз оқитын, оқымайтын, бәрібір мен дінімді білгім келеді, мен өзін үйренгім мұсылманмын деп келеді дейтін адам. дейтін. Тіпті мен исламға қызығып жүрмін деген адамның өзі қатыса алады. Бірінші бұл, яғни кез келген адам қатыса алады, кез келген Құран оқи алмайтын кісі қатыса алады. Екіншісі, Құранды енді түскен кісілерге бұл өте керемет жоба. Неге? Өйткені сіз мысалы, білмеймін, Малика ұстаз, Гүлвира ұстаз, немесе біздің бір жобадан, Құран курсынан келдіңіз, әйтеуір Құран курсына үйрендіңіз, оқыдыңыз, түстіңіз. Көбіне Құран курстар солай бітіп қалады. Құран курс немесе мешіттен, әйтеуір жаңадан Құранға түстіңіз. Көбіне бізде сол жермен тоқтап қалады жамағат. Болды, сонымен бітті. Немесе қысқа сүрелерді жаттайды да сонымен тоқтап қалады. Ал бұл жоба Құран хатым ғой. Яғни мен қаламмен жаңағын жүргізіп отырғанда, сіз мысалы жаңадан Құранға түскенсіз, әріптерді танисыз, шатастырып аласыз деген сияқты, не істейсіз? Менімен бірге ілесіп оқисыз ғой ана жерде. Сөйтіп сіз күнделікті жеті бетті сөйтіп оқыған кезде мен өте үлкен результаттарды көрдім. Мен қорықпай, ұялмай айта аламын. 3 айдан кейін сен өзің Құран хатым оқитын деңгейге жетесің. Басында болады. Мен жылдамдығымен салыстырмалы түрде жылдам болғандықтан қалып қалады, таппай қалады. Ұстаз, қай жердесіз деп неғып кететін болады ол. Мен айтпаймын, бірден күшті оқып кетесің деп. Ол да практика ғой, Құран оқу. Сөйтіп 3 айдың соңында ол өзі Құран хатым оқитын деңгейге жетеді. Және тіпті Құран оқып жүргендердің өзіне, яғни мен бұрыннан Құран хатым жасап жүрмін дегендердің өзіне бұл пайдалы. Неге? Өйткені Құранда бір ережелер бар, бір-ақ рет келеді. Оны сен бәрібір ұстазбен отырып бір рет оқып шықпасаң, оны не істей алмайсың, сен қателесуің мүмкін. Яғни мен мына жерде былай оқылады, мына жерде былай оқылады деп ол кісілерге айтқан кезде ол өзіне белгілеп алады да, келесі жолы ол өзі Құран хатым жасай береді. Сонда тек қана тәпсір емес, хатым емес, қосымша жаңағы ережелерді де айтып, сол жерден бағыт бағдарын беріп, түзу, қатесін қате деп айтып отырасыз. Яғни оқу барысында осы нәрсе енді, өйткені Құран хатымды кез келген адам жасай алады да, негізі арабша оқи алатын. Мен оларды да курсқа шақырамын. Неге? Біріншіден сол жаңағы бір рет кездесетін ережелерді біліп алу үшін, екіншіден бұл жерде мағынасы бар. Және бұл жобаның, Құранмен саяхат жобасының ерекшелігі 90 күн бойы живой эфир дейді ғой, тікелей эфирде өтеді. Запись емес, видео емес. Неге? Анау инстаграмдағы эфирде отырғандай, сіз тікелей ұстаздың алдында отырып, кәдімгі мектепке барып келген сияқты күнде барып онлайнға қатысып, сосын қалған жұмысын жасай бересіз. Тағы бір ерекшелігі тек таңда болады ғой. Тек таңда. Сенесіз бе, біз әйеліміз, мысалы сіздің 6 балаңыз бар. Қаншадан бастап таңғы сіз бақшаға немесе мектепке жіберіп бастайсыз? 6. Қазіргі уақытпен 6-6:30 мысалы. Біздің әйелдер осыдан басталады да тіршілігі. 6-6:30 киіндіру керек, кашасын дайындау керек, бүйту керек, сөйтіп жүреді да, жұмысы бар болса жұмысына кетеді, үй тірлігі болса үй тірлігіне кіріп кетеді де, кешке қарай Құран оқимын, кешке оқимын, бала шағасы келеді. 11-де өзің отключка боласың, Құранды оқиын десең көзің жұмылып кетеді, қой ертең оқимын, ертеңге қалады. Оның өзі бар болса. Содан мен әдейі таңғы уақытқа қойдым. Бір, таңғы берекеден құр қалмас үшін. Бұл жобаны көбісі ойлайды, тек жамағат үшін деп, біз өзіміз үшін деп бұл. Бізде ұстаз болғанмен личная выгода бар ғой. Әрине, вторичная выгода. Әрине. Өйткені мысалы мен өзім Құранмен саяхат жобасы болып жүргендегі Айнұр мен болмай жүргендегі Айнұрды айтсам, ұстаз ретінде, жамағат емес, ұстаз ретінде, сен жауапкершілік бар ғой ана жерде, тұру керексің. Сен түнгі сағат 2-де келген болуың мүмкін да. Түнгі сағат білмеймін 12-де келген болуың мүмкін. Сен таңда ана жақта күтіп отырған сені 1000 адам бар екен білесіз, тұрасың. Жауапкершілік па? Жауапкершілік. Дисциплина ма? Дисциплина. Жүйе ма? Жүйе. Көрдіңіз бе? Бұл сенің самооценкаңды көтере ма? Көтереді. Жүкәп көтереді. Өйткені сен анау тұрмай қойған, мысалы өзің оқып жүрген кезде мен күндіз оқи салам, мен кешке оқи салам, мен жолда оқи салам, кейде оқымай қалам. Өйткені менен ешкім талап етіп тұрған жоқ. Қанша жыл Құран оқып жүрсем де пенде болғаннан кейін осындай нәрсе кетеді. Ал 5 жылдан бері мен осы жобаның арқасында өзімнің дисциплинамды қалыптастырып жатырмын, өзімнің шынымды айтсам самооценкамды көтеріп жүрмін да.
өйткені ана біз мындаймыз ғой, енді психолог ретінде білесіз, бір нәрсені галочка қойғанда бізде мынандай деген бәрібір нәпсіміз шығады. Ал неге сол Белгілі бір гормондарды нәрсені, бөлдіріп. гормондар болсын, енді ол жағын Иә. менен жақсырақ білесіз. Яғни неге сол нәрсені Құранмен байланыстырмасқа деген нәрсе. Екі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, менің үмметімнің таңына береке берші деп. Яғни жаңа біріншісі таңғы дисциплина, таңғы ритуал, бүгінгі күні бәрі тұрып алып медитация жасаса, біз білім аламыз да. Рухани азық алып. Күндегі таңғы балаларымыздың кашасын берген секілді біз рухани азығымызды алып аламыз ғой 90 күн бойы. Және де таң намазы қаза болмайды дейсіз ғой. міне соны айтайын деген. Тағы бір плюсы таң намазы қаза болмайды. Өйткені сен сабақ үшін тұрасың, сен намазды қаза қылмайсың. Тіпті бізде сондай кісілер бар, тоқтамай тахаджуд оқитын кісілер бар. Қалай сонда? Түнгі намазға тұрады, сосын таңғы зікірлерді оқиды, содан кейін таң намазын оқиды, сосын сабаққа келеді. Енді намаздың уақыты әр қалада әртүрлі болғандықтан кейде құлшылықтардың реттілігі ауысады да. Одан бөлек жаңа айтқандай әйел адамдар жаңа 6:30-нан бастап неге кіріп кетеміз ғой, енді жаңа балалардың несі деген сияқты. Бұл жерде өзіңе арнайтын уақыт қой. Бұл уақыт менікі. Бұл уақыт мен Раббыма арнайтын уақытым. Сіз күнделікті тікелей ұстаздан білім аласыз. Білімі бар ұстаз, әр жерден бір жерден оқып алған ұстаз емес. Көрдіңіз ба? Сіз қалай өсесіз 3 айдың ішінде. Сіз діни дамисыз, сіз амалдарыңыз өседі, сіздің психологиялық өсуіңіз болады, жаңағыдай дисциплина, тұрақтылық деген нәрсені. Сіз уже мінезіңіз өзгереді ғой. Сен автоматты түрде ойлайсың, сен мынандай өзгермей, ой қойшы, жұрттың бәрі өзгеріп жатыр, менен дым шықпайды деп. Сен 90 күн бойы жаңағы нәрсені жасаған кезде сен қалайсың ба, қаламайсың ба? Бізде бір қыздар бар, күйеулер оятады. Сен Құранмен саяхатың қашан болады? Сен ана тұрып жүрдің ғой, тұрмай қалдың ғой. Немесе тұр, өзі қатыспайды ғой. Тұр, жаңа ұрпағын уайымдайтындар. Байқап жүр ғой. Өйткені өзгерісті байқап жүр. Әйелінің жаңа Құранмен саяхатқа қатысқан кездегі өзгерісін. Өйткені сен ұстаздан мысалы күйеуіңе бойсын, немесе күйеуіңе ұрыспа деген нәрсені, балаларыңды құшақтап тұр деген сияқты тапсырма алған кезде сен оны жасайсың ғой. Ондай тапсырма беріп тұрасыздар. Әрине. Бұл жерде тұлғалық даму сабақтары бар бұл жерде. Одан бөлек пайғамбарлар қиссасы сабақ бар, практикалық амалдар бар, жаттайтын дұғалар бар. Енді бұл кәдімгі деңгеймен берілетін білім. Не деп айтайын, бұл қанша жылдық біздің тәжірибемізбен келе жатқан білім ғой. Комплексті деп айтамыз ба? Барлық жалпы адамға қажетті дүниенің барлығын осы жерден аламыз. Сондықтан да шығар мүмкін біздің жаңа 20 лек бойы қатысып жүрген кісілер қайта келе беретін, ақылысына да тегініне де, Аллаға шүкір. Одан бөлек жаңа таңғы уақыттың берекесі. Енді осы жерде результаттарға тоқтайыншы. Мен мысалы ол жерде ақша табуды үйретпеймін. Мен ол жерде ажырастырмауды, енді біз әрине отбасылық мәселелерді, құндылықтарды қозғаймыз, бірақ біз ажырас деп, біз білмейміз ғой кім ол жерде қандай проблемамен келгенін. Бізге өздері жазады ғой. Мысалы, пәленше қайда жазады? Біріншіден бізде барлық қаланың чаттары болады. Яғни мысалы сіз Шымкенттен қатысып жатсаңыз, бізде шымкенттіктерге бөлек чат арнап, ол жерге куратор тағайындаймыз. Алматылық болсаңыз, алматылықтарға топ ашып, ол жерде өз кураторлар болады. Яғни олар бір-бірін таңда оятады, бір-біріне мотивация береді, бір-бірімен жарысады, осылай бір-бірімен кездеседі сосын. Шымкенттегілер Шымкентте, Атыраудағылар Атырау, Ақтаудағы Ақтаулар, Түркістандағы Түркістандар. Сонда бұл жақта мәселен тек қана сіз емес, сіздің қасыңыздағы 2 ұстаз емес, әр қалаға жеке куратор, былайша айтқанда әрқайсының нянчикасы бар ма сонда? Өйткені енді біз көбіне жаңағыдай мысалы Жетісайда аз адам болса, оны Шымкентке қосамыз деген сияқты. Өңірге бөлесіздер. Өңірге бөлеміз. Яғни қазір ойлап қалмасын қатысушылар. Қай жақ көп? Батыс көп. Батыс көп. Атырау, Ақтау дегеннен өте көп. Өзім сол жаққа барған жақсы көретін болдым ғой. Одан бөлек Астана, Шымкент, Түркістан, Алматы көп. Плюс Павлодар, Қостанайдан қатысқан кезде мен қатты қуанамын. Өйткені орыс тілділер ол жақта. Исламнан алыс. Сол кезде мен қатты қуанамын шынымен. Көкшетау бар. Мысалы, осы соңғы неде біз 9 өңірге бөлдік, 9 куратор болды. Олардың бәрін айлығын төлейміз мысалы. Яғни ақылы болудағы мақсаттарының бірі. Кездесуге бізге басқа өңірден келеді көп. Сонда онлайн деген ол бүкіл Қазақстан бойынша жинайсыздар, бірақ елді мекен бойынша жинақтап, олар сонда кездесе алады, бір-біріне құрбы таба алады.
жанагыдай бири-бирлерин ауызашарга Иә, шакырып, иә. кездесип, Рухани орта болады ғой. таңғы жанагы нелерге барып дегендей, Мысалы бізде осы Таңғы астарға. 2020 жылы басталған кезде қатысқан қыздар бар. Мүмкін олар қазір Құранмен саяхат қазіргі лектерге қатыспайды. Бірақ олардың білесіз ба ерекшелігіне? Олар сол кезде құрылып алды ғой өздері. Иә. Әлі күнге дейін соның несімен келе жатыр да. Яғни олар Аха. Құранмен саяхат Группаластар арқылы деген бауыр сияқты ма? болды. Класстастар, группаластар, Түлектер деген түлектер. секілді ғой. Құранмен саяхат 20-20 түлек деген сияқты. Әлі күнге дейін менімен жазады, әлі күнге дейін жаңа нәтижелерін маған жібереді, тіпті орталықтар ашып алған өздеріне неше түрлі барлығына себеп болған осы Құранмен саяхат деп айтады. Яғни жалғызсырап, жаңадан орамалға келе алмай жүргенде, немесе жаңадан орамалға келіп, мына жақта өзін бөтен сезініп жүргенде, мына жаққа келіп өзіміз деген нәрсені табады. Одан бөлек қаншама қызды келіншектер намазға келді, қаншама қыз келіншектер орамалға келді, қаншама қыз келіншектер отбасын сақтап қалды. Дәл осы жобаға қатысып, отбасыммен ажырасып кеттім деген нәрсені естімедім мен. Енді өйткені көп жобалар жаңағындай психолог неге барып үйттім деген сияқтылар бар ғой. Бірақ бұл жобада ондай болмайды. Өйткені неге білесіз ба? Ең бірінші нәрсе, бұл жерде біз күйеулерін тәрбиелемейміз ғой. Біз бұл жерде адам өзін тәрбиелеуге мән береміз. Адам өзімен жұмыс істеп бастаған кезде, менден не болып жатыр, иә. Яғни адам өзін іздеп, өзінің құлшылығымен айналысып, өзінің сабағымен, өзінің мінезімен айналысқан кезде, оның күйеуіне де, енесіне де уақыт қалмай қалады шынымен. И сондай нәтижелер болды бізде. Кәдімгідей енелері де құрметтеп кеткен. Өйткені олар Құранды құрметтеп тұр ғой. Яғни мына жерге қатысқан кісі Құранға уақыт бөлгендіктен Алла олардың дүнияуи мәселелерін шеше береді. Бірақ мен бұл жобаға ешқашан Құранмен саяхатқа қатыссаң ақшаң көбейіп кетеді. Құранмен саяхатқа қатыссаң, кредиттен құтыласың. Құранмен саяхатқа қатыссаң күйеуіңмен күшті болып кетесің, шуба әпереді деп уәде етпеймін. Оның бәрі өзімен өзі келеді. Олар өздері көріп, сол нәтижелерімен бөлісіп жатады, иә. Мен бұл үшін ешқашан реклама сұрамағам. Өздері жазып жатады. Мысалы осы жолы да 21 лекті мен бастамай қояйыншы деп, енді алдында әкемнің қазасы болды. Сондай болып жүрдім, қойшы бастамай ақ қояйын. Бірақ ана бір болады ғой, сен жақсы көретін, енді мәпелеп өсірген, былай айтқан кезде балаң секілді ғой енді. Жаңа жобаны кеше ғана, осы 2 күн бұрын ғана Гүлзат ханым бар, бізде Алматы қаласының кураторы, сол кісі айтады: "Ұстаз, қашан бастайсыз? Еш жақта хабарламай жатсыз ғой" деп. Күтіп жүр, күтіп жүр. Содан мен айтам, қойшы сіздер сұрамай жатсыздар ғой, мүмкін сіздерге керек емес шығар дедім. Сөйтіп қайдағы маған қайтадан пікірлерді жіберді, отзывтарды жіберді. Нақалы Астана қаласының пікірі, өйткені кураторлар жіберіп жатыр ғой бір-біріне. Біз бәріміз күтіп отырмыз сіздің хабарыңызды, қашан болады дейсіз, біз бірден бастап кетеміз сізбен бірге деп. Сол кезде мен болды, 21-лік болады дедім ғой. Және бұл 21-ші Алла қаласа осы қазан айында болатын 21-ші лектің ерекшелігі, Алла қаласа біз осы қараша айында бастаймыз ғой енді ең негізгі нені. Сол кезде қараша, қазан айында сатылым ашылады. Қазан айында сатылым ашылып, біз аяғында бастаймыз. Қазан айының соңында бастаймыз. Осы Алла қаласа қазан айының шамамен 17-сінен бастап тіркеле алады. Қараша енді толығымен алсақ, қараша, желтоқсан, қаңтар айларында біз не істейміз? Алла қаласа осы 3 ай Құранмен саяхат жобасын өткіземіз. Ол кезде бізде аржанда Рамазан айы келеді. Яғни бұл ең алдымен 20-25-тегі соңғы лек болады. Екіншіден Рамазанға дайындық болады. Және Ережеп айын бізбен бірге Рамазанға дайындық ретінде өткізе алады. Және Рамазанға дайындық ретінде өздерін таныс, орта құрғаннан кейін ертең Рамазан айында да бір-бірімен ауызашарлар жасап, және бір менің арманым бар, оны мен әр Құранмен лектің қатысушыларына айтам ғой, осы Құранмен саяхат деп ұшаққа жазып қойып тұрып, бір умраға бару деген нәрсе, бір арманым бар. Мүмкін, білмеймін. Осы жобада, осы лекте болып қалатын шығар. Өйткені жыл сайын жасаған кезде, бұрын ол арман болса, қазір ақырындап мақсатқа айналып келді. Өйткені біз олай негізі бір рет барғанбыз. Бірақ біз ол кезде әдейі арнайы олай бармадық та, солай жиналып қалдық, бардық. Енем барған ол кезде. Ал қазір мен арнайы осылай Құранмен саяхат 21-ші лек деген секілді бір сондай, білмеймін, плакатпен ба, баннермен ба, бір сондай немен барғым келеді. Дәл тек қана қатысушылармен. Өзім ұстаз болып, өзім апарып, өзім жетектеп жүріп, сондай да бір арманым бар. Бірақ мен қазір уәде беріп қойып, ертең болмай қалуын қаламай тұрмын. Бірақ мүмкін осы жобада болар. Уже жақын арада болатын секілді, иә? Иншалла. Жалпы жаңа айттыңыз, 3 жыл тегін жүргіздім дедіңіз. Рамазан айында тегін жүргіземін дедіңіз. Сонда қайсы көбірек болған сияқты?
Қайсысы деген? Тегін ба, ақылы көп жасадыңыз ба? Есептеп көрейік. Жылына сонда қанша? Мысалы, бір жылда Бізде былай 3 айдан ғой. 3 ай. Яғни 3 ай болады. Біз бір жылда 4 рет жасаған кездеріміз болды. 12 Бірақ ай. негізі 3 реттен жасаймыз. Мгм. Ең көбі 3 рет, сөйтіп Рамазанда 1 рет Мгм. жасаймыз, сонымен бір жылда 4 реттен болады негізі. Мгм. 3 айда бітіргеннен кейін, себебі біз келесі лекті ашамыз да солай жасап жүргенбіз. Тек Рамазан айында мен арнайы тегін жасаймын. Адамдар Құранның Бір айда қадірін ол жерде. түсінсінші деп. Иә, Бір бір айда. айда. Аха. Ол кезден қысқарақ болады, жаңағы не версиясы болады ғой. Не дейтін еді оны? Ақшамдалған. Иә, ақшамдалған версиясы болады. Жаңағы Интенсивті түрде өтеді. иә, бүкіл сериалды бір кино қылып шығарады, сол Аха, сияқты аха, болады. аха. Өйткені мен ол жерде сезінгенін қалаймын. Құранмен қалай өзгеруге болатындығын, Мгм. Құранмен қалай оянғанның күшті екендігін. Кеше Ерлан ұстаздың уағызында болдық, сонда айтып жатырды. Жаңағы екі адамға ғана қызығып қарауға болады дейді ғой. Сол жерде айтады, Құранды күндіз түні оқитын адамға дейді да, біріншісі. Мгм. Сонда күндіз оқуды түсіндіреді. Ол қалай деген кезде, біз ойлаймыз ғой, күндіз ол жұмысы бар, баласы бар, Иә. қалай ол күндіз оқып жүре береді Мгм. деген кезде, ол Намаз. түнде оқығанын күндіз Амал. амалға асырып, сол Құранмен өмір сүретін адамға қызығуға болады дейді. Мгм. Сол кезде мен кеше отырып Құранмен саяхат, дәл жанында бір кісі отырды, атын ұмытып қалдым. Сол кісі айтады, соны айтып жатқан Аха. кезде жаңағы форумда ғой, жаңағы кісі айтты, ұстаз, Құранмен саяхат жалғаса ма дейді да. Өйткені Рұқсат анау, алдыңыз ба, растау? өз-өзіне Давай. ана сөзді естіген кезде, мынау Құранмен саяхат қой, мынау Аха. Құранмен саяхат жобасы ғой деген менде бір Мгм. андай мотивация туды. Мен Мгм. жасаймын, мен Мгм. алып кетсем ары қарай. Әрине менде ақылы жасайтын кезде әлі чувство вины дейміз ғой, Мгм. қосылады. Бірақ мен тегін жасай да алмаймын оны. Неге? Өйткені мүмкін емес ол. Не Мгм. физически мүмкін емес, не физикалық түрде, не финанстық тұрғыда мүмкін емес. Мгм. Өйткені менің командам бар. Енді Олардың жаңағы ақысын беруім куратор, керек. 9 кураторыңыз бар. Иә, кураторлардың ақысы бар, Ұстаздар бар. видеолардың ақысы бар. Оның бәрін ол жерде куратордан бөлек тіркейтін қыздардың ақысы иә. бар. Енді шыны керек, мен оны ешқалай жасай алмаймын. Бірақ мен барынша жеңілдік, барынша ең төменгі бағаны ұсына аламын да. Мгм. Сондықтан да бұл жобаны осы жолы да біз кеңейтіп жатырмыз. Арнайы методологтармен жұмыс жасап, арнайы методологтарды осы жоба үшін мен жалдадым, ақысын бердім. Осы жобаны қалай біз жақсартсақ болады, қалай барынша. Мен айтпаймын, мысалы бір жобаға бір рет мысалы 800 адам тіркелсе, 800-дің бәрі соңына дейін қатыспауы Енді ол мүмкін. барлық. Иә, барлық неде. проекттерде Бірақ солай ғой. кемінде 50% толығымен бітіріп шығады ғой. 50% толығымен бітіріп шығады. Енді біреулер бір күн тұрып, бір күн тұрмай, Иә. солай болатын кездері болады. Және соны қалай біз пайызын көтеруге болады деп методологтармен соны жұмыс жасап жатырмыз Яғни қазір. келетін шәкірттерге тиімді, ыңғайлы, Иә. аяғына дейін жететіндей Иә, болу үшін. мүмкіндік жасау Мгм. ойымызда бар. Сонда сіздер Құранмен саяхат жобасын 2020 басталған Құранмен саяхат жобасы түрленіп келе жатыр, Иә. Негізі қаңқасы бар, ядросы бар, Иә. и оның үстіне Мысалы негізі оның Құран хатым жасау, Иә. Құран аяттарын түсіндіру, Тәпсір. тікелей Аха, эфирде иә. бұл. Одан кейін біз қостық, оған пайғамбарлар қиссасын, фих, Мгм. ақида сабақтарын қосқан күндеріміз болды, бір Мгм. тілегінде. Соңғы лекте мысалы біз ол жерде пайғамбарлар қиссасын қостық, хадисті қостық та, және сіздің тұлғалық даму сабақтарыңызды қостық. Мгм. Яғни біз барынша қыз-келіншектердің дұрыс түсінігі қалыптасқандығын, яғни ол дұрыс түсінік деген кезде біз әрі шариғатқа сай, әрі ұлттық құндылықтарымызға сай қалыптасқанын қаладық. Неге? Өйткені қазіргі кезде біріншіден бір күндік тренингке барып, 3 күндік ретритке барып, күшті өзгеріп кеттім, от болдым, шоқ болдым. Түбінде ренжімеңіздер, әйел күйеуімен ажырасып кеттім, мен жалғыз сүруді өмір сүріп жатырмын, өзімнен кайф алып жүрмін, немесе орамалын шешіп жатқандар өте көп. Бұның барлығы, яғни фундаменттің дұрыс емес болғандығынан. Мысалы бізге қатысқаннан кейін кез келген ол тренингке неге қатысқанда да фильтр болады негізі. Бізде бүгінгі күні көп айтады, фильтр болу керек, бірақ фильтрді немен фильтрлейміз деген сұрақтың жауабын білмейді. Көбісі ойлайды, мен өз ойыммен фильтрлеймін деп. Жоқ, ол олай болмайды да. Отбасында құндылықтармен сен фильтрлей алатын шығарсың, бірақ ол шариғатқа сай ма деген нәрсе туады. Сондықтан да бұл жерге сіз жобаға қатысқан кезде ең алдымен өзіңізге фундамент қалағандай боласыз. Сіз бір рет қатысып көру арқылы қалайсыз, ары қарай жалғастырам ба жоқ па өзіңіз шешесіз. Бірақ Аллаға шүкір, осы күнге дейін 50% Құранмен саяхаттың қатысып жатқандардың шамамен, бұл ең аз дегенде 50% бізге бұрыннан теплый аудитория дейді ғой, жылы аудитория, горячий шығар олар уже, жанып тұрған.
қайта қатысып жатқан солар жүрші құрбым маған қатысып көрші, жүрші жаңа мамам қатысып бір көрші, бірін сіңілім қатысып көрші деп осылай сарафанный радиомен келіп жатқандар ғой негізі. Өйткені мен таргетке жібермегем, білмеймін, блогерлерден реклама алмаған бұл жоба үшін. Бұл жоба өзі сондай жоба. Қанша адам қатысты сонда? Санай аласыз ба? Енді бізде болған бір кездер. 5.000 дедіңіз, 3.000 дедіңіз, 500 дедіңіз. Білесіз бе, біз 2000 қай жылы Төле би мешіті салынды сол кезде. Біз Төле би мешітіне сбор жинадық осы Құран хатыммен. Ерсін ұстаз келіп, эфирімізге 12.000 адам қатысқан сол кезде. Бір түнде. Яғни мен қазір олай есептейтін болсам, әр Рамазанда қатысқаны бар, шамамен 30.000-ға жуық қыз келіншек болады деп ойлаймын. Оның өзі қайталанды деген күннің өзінде шамамен 15.000 нақты бір адам жаңадан бірінші рет өмірінде, жалпы бір рет болсын, осы біздің неде қатысып көрді. Иә, ең болмаса бір рет аятты естіп, ол жерде аятта не айтылғанын, қандай мағынасы бар екенін біліп кеткен адамдар. Иә. Яғни мен бұл жерде нені айтқым келеді? Бұл жобаның ерекшелігі жаңағыдай ғой, біз айттық қой, шарт жоқ, Құран оқи аласың ба, оқи алмайсың ба. Бастысы келіп көрші, дәмін татып көрші. Иә. Сосын өзің карантинде берген дәм секілді ғой. Иә. Қараңызшы, таңғы 5. Қиындау ғой енді көп жағдайда. Сізді не нәрсе тұрғызады? Содан кейін жаңа айтып жатсыз, жасағым келмей қалады, кеше жаңа форумға бардым, мотивация алдым, қайтадан жасаймын деген сияқты бір көзіңізде қайтадан бір искра пайда болады ғой. Қайдан не нәрсе ол? Білесіз бе, менің армандарымның бірі, қазір енді әлемдегі болып жатқан жағдайлар бар, Палестинада, немесе Суданда болып жатқан, Қытайда болып жатқан, енді жағдайлар бар. Біреу біледі, оны біреу білмейді. Ал сен білген кезде сен тыныш жата алмайсың. Бір. Екі, біз енді бұл дүниеге келгеннен кейін әке-шешемізден берілген тәрбие бар, жалпы адамдарға жақсылық тарату деген. Ал ислам бұны толықтай түседі, толықтыра түседі. Сол алғаш намазға келген кезде біздің ұстаздарымыздың үйреткен нәрсесі бар. Сен әсер етушілерден бол, әсер алушылардан емес, әсерленушілерден емес деген. Яғни әсерленіп қана жүре бере алмайсың, немесе әсерленіп біреудің соңына еріп кетуге болмайды. Сен әсер ете алушылардан бол деген. Менің арманым осы үмметтің бір бұрышына болсын, өзіміздің осы қазақ қыз келіншектерінің, мұсылман қыз келіншектерінің білмеймін, 1% де менің себебіммен өзгеріп жатса, сол арқылы мен сауапқа ие болып жатсам, сол арқылы мен оның нәтижесін қазір көрмесем де, олар ар жақта жаңағыда, мен оның бәрін танымаймын ғой қатысушыларын, бір жақсылыққа жетіп жатса, отбасында бір өзгерістер болып жатса, бұл мен үшін ең үлкен мотивация. Ал неге мен негізі әр жобадан кейін бұл енді жасамаймын деп айтамын. Көбіне ол қайдан шығады? Ол бір менің жобадан шаршап кеткеннен емес, шыны керек. Таңертең тұруға еренгендіктен емес. Маған Аллаға шүкір ең оңайлатылған құлшылықтардың бірі таңда тұру шығар. Бұл менің фишка дейді ғой. Мысалы, біреулерге ораза ұстау жеңіл, біреуге түнгі намазға тұру жеңіл, біреулерге білмеймін, енді әркімге әртүрлі нәрсе, садақа беру жеңіл. Маған Аллаға шүкір, Алла таңда тұруды жеңілдетіп қойды. Басқа, өйткені мен ерте жатам, барынша тырысам. Кейде болмаса. Сонда маған ең қиыны, білесіз ба, осы жобаны сату ғой негізі. Яғни прогрев жасау, продажа жасау, әлеуметтік желіде, ережелері бойынша. Егер маған мысалы келіп жаңағыдай адам жинап беріп, сен сабағың бер деп отырғызып қойса, мен ол жобаны жыл 12 ай тоқтатпай жасай беретін едім. Бірақ жаңа әлеуметтік желінің бірақ олар сізде жеткізе алмайды ғой. Мәселе сол ғой. Олар сізде жеткізе алмайды. Сіз секілді тоқтаусыз 1 сағат сөйлеп. Яғни мәселе сол ғой. Құндылығын жеткізе алмайды. Мәселе сол ғой. Яғни сол жерге келгенде мен қайтадан адам жинау керек деген, адамдарға түсіндіру керек деген нәрсесіне келген кезде мен тоқтап қаламын. Сол нәрсе менің бүкіл ресурсымды алып тастайды десем болады. Өйткені қайтадан сен түсіндіру керексің, неге ақыл жасап жатқанын түсіндіру керексің. Оның бәрі маған қиын, шынымен. Мүмкін білмеймін, бұл неден екен, травмам шығар деп па. Ал енді егер де маған жаңада айтқанда, мен кеше кураторлар жазған кезде мен былай айттым. Мен әлі әлеуметтік желіге оны шығарам ба білмеймін дедім. Яғни прогрев жасап, мен продажа жасайын ба білмеймін дедім. Егер тіпті болмай жатса, сіздер барсыздар ғой дедім. Қанша адам сіздерден
20 лекке қатысқандардан Сұрап 19 лекке қатысқандардан қанша адам болады? жатырмын. Мен егер ана жаққа сатқым келмей қалса, жаңа прогресс жасағым келмей қалса, маркетологпен жұмыс жасағым келмей қалса, онда мен сіздермен ғана ол жобаны жасай беремін дедім. Өйткені ол жобаны мен жақсы көремін. Ол жобаны мен абысындарыма ұсынамын ғой. Абысының әр нәрсені ұсына бере алмайсың ғой, негізі өзің сабақ беретін. Қатысыңызшы, көріңізші, қалай күйеуіңмен нең өзгереді, қалай екенін көресің, ақшаңның қалай берекелі болғанын көресің деп мен ең жақын мен құрбыларыма, мысалы мен сізмен құрбымсыз, мен құрбыларыма ұялмай қатыс деп айта алатын жобаларымның бірі. Мысалы мен сізге айтуға мысалы ыңғайсыздануым мүмкін, мен кітабымды оқып көресіз ба деп мысалы былай попросить етуім мүмкін, өтінуім мүмкін, бірақ мен Құран мен саяхатқа қатысыңыз, мына нәрсеңіз шешіледі деп мен анық, мен құрбыларым қатысады бұған. Құрбыларым не дейді, өзі фанат бұл жобаның, менің емес, жобамның фанаты. Сондықтан да бұл сондай жоба, мен бұл жобаны тоқтату деген ой сол кезде ғана келеді маған. Және сол жаңа Құран сат кеттім ба деген. Тегін ақ жасар едім, айтып тұрмын ғой. Маған мен оны 3 жыл жасаған кезде де мен оны 90 күн тұрып бергем. Яғни бұл жерде маған ақша мотивация болмайды. Мен түсіндім, осы 1 жыл бойы маған ақша мотивация емес екен ғой. Кеше біз Ақтауға бардық, Ақтауға маған гонорар ұсынды. Мені олар гонорармен көндіре алмады. Олар мені жаңа Құран мен саяхаттың жамағаты ұстаз, сіз келмейсіз ба осы форумға, ұстаз келмейсіз ба деген қайта сол жақтағы Құран мен саяхаттың жамағаты маған жазған кезде барып мен бұлармен барып кездесіп келуім керек деп мені жаңағыдай гонорар емес, осы кісілер былай айтқан кезде тартты. Сондықтан да бұл дүниеде барлық нәрсеге ақша мотивация бола бермейді. Егер мысалы мүмкін бір жобалар бар шығар сені ақша мотивация еткізетін шын мәнінде, бірақ дәл осы жоба емес. Сондықтан да бұл таңда тұрудың мен артықшылығын көрдім ғой. Соның арқасында мысалы бізде таңғы кешкі зікірлер кітабы туындады. Яғни сен таңда тұрып таңғы зікірлеріңді оқып алған кездегі мен өзім сезіндім ғой оны. Мен оны дәмін татып көрдім, мен жеп көрдім, ол менің рационымда. Сол кезде барып мен оның несін түсіндім, құндылығын түсіндім. Осылай біз өзгере алатындығымызды түсіндім. Өйткені өзгермеу мүмкін емес таңда, егер сен 90 күн тұрып берсең. Және бұл мынандай 3 күндік марафон, от болдым, шоқ болдым дейтін марафон емес, бұл өзің жұмыс жасайсың. Сен бұл жерде өзің өзгересің, өзің тұрасың, өзің тыңдайсың. Өйткені сен үшін күйеуің тыңдап берсе де ол ешқандай өзгеріс болмайды. Одан бөлек бұл 3 айлық жоба болғандықтан енді жаңа 21 күнде өзгереді дейді адам, 42 күн дейді, 90 күн бұл ең идеальный уақыт шын мәнінде. Мейлі 90 күн адамдар қатысып үлгермейтін шығар, біреу 20 күн қатысады, енді шамасына қарай, бірақ олардың өзінде өзгеріс бар. Тіпті бізге кері байланыс бергенде айтады, мен толық қатыспадым дейді, бірақ мен одан нәтиже көрдім деп айтады. Мен айтып тұрмын ғой, бір кісілер жазды да маған, күйеуім жұмысы жүрмей жатқан, біз 2 жұмысын ауыстырып, біз бүкіл кредитімізден 10 жыл құтыламыз деген кредитімізден біз осы уақытта 3 айдың ішінде құтылып тастаған кезде мен бұл жобаның жаңа таңғы уақыттың Құранның берекесіне мен толық иман келтірдім деген кісілер жазғанда мен де қалдым. Мен де қазір мысалы жаңа отзыв ретінде жаңа байып кеттім, соғып кеттім, күйеуіммен күшті болып кеттім деп мен де шығаруыма болады. Бірақ мен мақсатым дүнияуи пайда арқылы Құранға адамдарды байлау емес. Өйткені ол дүние деген ризық қой. Ол саған келуі де мүмкін, келмеуі де мүмкін да. Ал ол келмей қалса, мысалы, неге саған келді, неге анау машина алды, неге мен машина алмадым бұл жобадан деген нәтижені мен көргім келмейді. Мысалы, сенесіз ба, бізде бір қыздар болды, ол кісілер мүмкін подкастты көрер, 37-38-ге келіп, осы ненің арқасында біз енді дұға етеміз ғой, ол жерде біздің фишкамыз Құран хатымнан кейін тұрмысқа шықты. Қазір бір балалары бар. Одан бөлек мен кейде таң қаламын да, мысалы, егер біз қазір дүнияуи нәрсемен ғана байлап қоятын болсақ, өлшейтін болсақ, қанша жыл көтере алмай жүріп, көтеріп кеткен кісілер бар да осы жобадан. Мен өзімде бала жоқ қой. Яғни мен дүнияуи нәрсемен өлшейтін болсам, онда неге менде бала жоқ? Мен бұл жобаның авторымын ғой дер едім да. Бірақ менде басқа нәрсе бар да бұл жоба арқылы. Мен сол нәрсе үшін мен оянам. Мен сол нәрсе үшін тұрам. Мен сол нәрсе үшін халыққа бұл жобаны жеткізем, халықты бұл жобаға шақырамын. Келесі бір сұрағым келіп тұрған нәрсе, жаңа айттыңыз ғой, сатуға қиналам. Ең ауыр нәрселер. Тағы не? Бар ма бір ауыр болатын нәрселер? Ауыр болатын нәрселердің бірі, мен былай, менен де білімді ұстаздар бар ғой.
мысалы ерлан ұстаздың тәпсірлері бар, арман ұстаздың тәпсірлері бар, ерсін ұстаздың тәпсірлері бар. Олар тұрғанда мен кіммін сабақ беретін деген нәрсем қосылады, қатты қосылады. Енді өйткені жаңағыдай ғой, Мысырда оқып келген ұстаздар, Ливанда оқып келген, Аляскарда оқып келген ұстаздар, сен олардың қасында кімсің сөйлейтін деген сияқты. Бұл жерде өзіңіз көбірек, шынымды айтсам, маған көмекші боласыз ғой осындай кезде мені емдеп алатын деймін ба. Бірақ жаңағыдай нәрсені түсіндім. Кезінде біз жаңағы фэншуй, тағы сюцай сияқты нәрселермен айналысқан кезде, немесе тағы бір неше түрлі нелер шықты ғой. Сол кезде біз басында енді ашуландық қой, неге ол жаққа халық бара береді деген сияқты. Бірақ сол жақты көріп, сосын бізге келгендер өте көп. Сосын мен түсіндім, онда мен өзімнің ұстаздарыма шәкірт тәрбиелейін. Мен өзімнің ұстаздарыма дейін мен өсіріп берейін. Ары қарай сен арабша кітап оқығың келсе, мен ұстаздарыма бара бер. Бірақ біріншіден албаш, мен осын саған бере алам. Деп мен жаңағыдай, не деп айтады оны? Проводник секілді. Анау ортада көпір болайын деп шештім. Содан кейін барып ол нәрсе мені жіберді негізі. Бастауыш білім ба, орта білім, мектеп десек те болатын сияқты онда. Ары қарай неге универге түсем, білім жолына, ғылым жолына түсем дегендер ары қарай уже оқи береді. Бірақ ешкім бұл жерде бәрі бірде құр қол қалып, жаңағыдай нәтижесіз ешкім қалмайды. Неге нәтижесіз қалмайды? Ол нәтижені мен бермеймін ғой. Ол нәтижені Құран береді. Ол нәтижені Құран үшін жақсылықты уәде еткен Алла береді. Сондықтан бұл жерде мен жасайтын нәрсе, мен білімімді берем, қатысушы алады, әрекетке асырады, болды. Ары қарай нәтижені бере алады. Болды, басқа қорқынышым жоқ бұл жобаға қатысты. Енді болады, үшінші қорқынышым, мен бұл жобаны бастаған кезде өліп қалсам, яғни қайтыс болып кетсем, мен қарыз болып қаламын ғой деп. Мен сол үшін қасыма Гүлжәмила ұстаз бен Сәуле ұстаз қостым. Яғни мен өліп, енді қайтыс болып дүниеден өтіп кетіп жатсам, онда сендер бұл жобаны бітіріп беріп, жаңа ақшасын толық қарызсыз кететіндей деп. Өйткені сол мен үлкен қорқыныштарым бірі, әр жобаны бастаған кезде соңына дейін. Өйткені бұл тікелей эфирмен болады ғой. Мысалы сен басқа кезде запись видеоларды бере салуыңа болады да, сонымен курс бітуі мүмкін. А бұл тікелей эфирде болғандықтан сен уәде еткен нәрсеңді бере алмай, соңына жете алмаған кезде мен ақшаларын алып алдым, мен қарыздар болып қаламын ғой деген қорқынышым болады. Сол үшін екі ұстазды қостым. Ол кісілер де Аллаға шүкір исламтанушы, магистр. Мен өзім олардың уағыздарын, білімдерін сүйіп тыңдайтын адамдардың бірі болғандықтан мен әдейі екеуін таңдадым. Әйтпесе менде ұстаз таныстар да өте көп. Жақсы. Енді Құран мен саяхат жобасы 3 айда аяқталатын болса, қалай аяқталады ол? Енді ол өзі бір жыр деп айтайын ба. Жаңа бізде не бар ғой, 40 күн тойын тойлап деген секілді. 30 күн ойын, 30 күн ойын, 40 күн тойын деп. Біз әр Құран мен саяхаттан кейін біз бірінші онлайн Құран хатын жасаймыз. Одан кейін офлайн дұға етіп, әркім енді ол ең күшті процестердің бірі шыны керек. Ең күшті, маған қатты әсер ететін процестердің бірі. Осы жыл біз Гүлжәмила ұстаз Түркияда тұрады, Түркиядан алдыртып тұрып жасадық. Сонда бұл жамағаттың бас қосатын кезі, бұл Құран мен саяхаттың, енді Құран хатымның соңғы нүктесі, әйтеуір бір ненің істің соңына біткен кезі. Бұл жерде басқа қаладан болсын, қатысушылар келеді. Кейде болды мен Астанаға барып та жасаған кездерім, арнайы Ақтаумен де жамағатмен кездескен кездерім. Бірақ көбіне Алматыда өтеді. Соған басқа қаладан келеді. Атырау, Ақтау, Қостанай, осы жолы Павлодар, Қарағанды, арнайы осы кешке қатысу үшін келеді, сол күні кешке қарай қайтып кетеді. Осылай. Кеулерінің сол үшін сұранып келеді ғой. Немесе бір күн артық, бір күн кем алып келеді. Шымкент, Тараз, бұл көрші болып қалды бізге. Спокойно келіп көршіге барып келе салайын деген сияқты. келіп кете бере ма? Келіп кете береді олар. Сол кафеге келеді, кафеден сол жерден индрайвер шақырып шығып кетеді ғой. Сол жерде солар отзывтарын айтқан кезде, пайдасын айтқан кезде мен қайттан түрлесін бастаймын деген не қосылады. Осылай. Құран хатым дұғасына, соң білуімше, жобаға қатыспайтындар да қатыса алады, иә? Біз ол кезде енді әлеуметтік желіде мен әдейі не қыламын, мүмкіндіктер берем. Қатысыңыздар, келіңіздер, көріңіздер деп. Ал былай өздері ақ жетіп қалады негізі 300 адамға. Аллаға шүкір. Қаншама ресторанның иманға келуіне себепші болған шығармыз деп па? Официанттардың ба? Официанттардың өзі қолын жайып дұға етіп кетеді ғой. Алла разы болсын. Өте қызықты болды. Енді Құран мен саяхат жобасын, шында да даже атының өзі бір кәдімгідей шында бір брендке айналып бара жатыр. Құран мен саяхат, Құран мен саяхаттау.
жоба туралы біраз мәлімет алдық деп Ам, ойлаймын. Біраз қырынан аштық деп ойлаймын. Енді сізді тыңдап отырған көрермендерге соңғы аяқ сөзіңіз қандай болмақ? Мен қонақтарым осы жері қиын екен ғой дегенсің ба? Не айтам, алла қаласа біз құран мен саяхат 21-ші легін бастайын деп жатырмыз. Яғни мен сіздерді осы құран мен саяхат жобасына шақырамын. Бұл жобаның дәмін татып көруге шақырамын. Бұл жобамен өмір сүруге шақырамын. Бұл жоба әлемдегі ең жаңағыдай мықты жоба деп айтпай ақ қояйын, бірақ сондай жобалардың қатарына өзім қоса аламын. Өзім мақтан тұтатын жобалардың бірі. Негізі әр жобаны мен басымнан кешіріп барып ұсынамын сіздерге. Ал осы құран мен саяхатты мен әрбір мұсылман өмірінде, жүрегінде құранды енгізсін деген мақсатпен жасап жатырмын. Алла қаласа осы 20-25 жылдың соңғы легіне сіздерді шақырамын. Баршамыз осы құран хатым барысында жиналып, Алла тағаланың мейіріміне бөленуді нәсіп етсін. Алла разы болсын. Әмин. Келесі Ассалам. подкасттарда кездескенше. Ассалаумағалейкум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракатух. Араларыңызда құран мен саяхатқа қатысқан ханымдар болса, міндетті түрде пікірге осы жобадан алған нәтижелеріңізді, осы жобадан алған әсерлеріңізді бөлісіп кетулеріңізді сұраймын.